ауыл округі аумағында 4 мектеп, 4 балабақша, 1 мәдениет үйі, 1 дәрігерлік амбулатория, 12 шағын кәсіпкерлік нысандар халыққа қызмет етуде. Кешірім сұраймыз, техникалық ақауып тұрып отыр, дауыс естімей қалды. Ауыл шаруашылық саласы бойынша Сабыр Рахым ауыл округінде барлық жер көлемі 9637 гектар. Егістік жері барлығы 2741 гектар. Оның ішінде суармалысы 266 гектар, шабындық 1925 гектар, жайылым 4321 гектар. Бау 119 гектар, өзге жерлер 265 гектар. Сабыр Рахым ауыл округі ауыл шаруашылық саласы бойынша 3 жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 3 өндірістік кооператив және 178 шаруа қожалығы жұмыс жасайды. Биыл жылға аталған сала бойынша күздік бидай 670 гектар жерге егіліп, 2020 жылы алынған өнім 24,5 центнерден айналып, жаздық бидай 552 гектар, мақсары 277,5 гектар, арпа 120 гектар, жаңа жоңышқа 178,5 гектар жерге мақсатына сай игеріліп, ауыл тұрғындары уақытылы жинап алды. Ауыл шаруашылық саласы бойынша ауданымызда жаңа жобаларда орын алып жатыр. Атап айтқанда бір алқаптан 2 өнім алу жобасы. Аталған жоба бойынша ауыл округінде 10 кәсіпкеріміз жалпы 2,6 гектар жерге көкөніс өнімдерін егіп алды. Мал шаруашылығы саласы бойынша 2020 жылы 2019 жылға қарағанда ұлғаю бар. Ірі қарамал 2019 жылы 4986 бас болса, 2020 жылы 5007 басқа ұлғайып отыр. Жылқы 2179 бас болса, 2020 жылы 2186 бас. Қой ешкі 13400 бас ет, 19 жылы 2020 жылы 14225 басқа ұлғайды. 2020 жылы шаруашылықтар мен жеке тұрғындардың малдарына малдарлық қызмет көрсеткендер. Сабыр Рахым ауыл округінде ветпункт меңгерушісі Сүлейменов бастаған және 3 лицензиялы мал дәрігер қызмет көрсетуде. Ауыл округі бойынша барлық ауыл шаруашылық малдары жұқпалы ауруларға қарсы жоспарға сәйкес емделуде. Үй іргелік қора жайларды тұрақты дезинфекциялануда. Елді мекендерге иесіз қаңғыбас ит мысықтар аулау және жою жұмыстары тұрақты жүргізілуде. Салық түсімдеріне келетін болсақ, жалпы барлығы 2020 жылы жоспар 5.205.000 теңге болатын болса, нақты түскені слайдта көрсеңіздер 6.138.500 теңге 117%-ға орындалып отыр. Құрылыс және жол саласы. Сабыр Рахым ауылдық округ көшелерінде орта жөндеу жұмыстары жүргізілді. Майбұлақ елді мекенде Рахман Бердіұлы, Байжанұлы, Байзақұлы, Ахметұлы және Тұрдалұлы көшесіне орта жөндеуге 33 миллион теңге бөлініп, асфальт төселінді. Сабыр Рахым ауыл округ Көкбел елді мекенінде қатты тұрмыстық қалдықтар тастайтын полигон орынға, яғни баратын топырақ жол тас төселіп, жол реттелді. Себебі жаңбырды қарлы күндері машина жете алмайтын болатын. Сабыр Рахым ауыл округ Көкбел елді мекенде бойынша елді мекенде табиғи газбен қамтылу жайлы айтатын болсақ, Сабыр Рахым ауыл округ қарасты Көкбел, Майбұлақ және Қызылата елді мекендері бойынша 628 тұрғын үй болса, қазіргі таңда 502 үй табиғи газға қосылып, 82%-ға орындалды. Қазіргі таңда қосылмаған тұрғын үйлер табиғи газға қосу жұмыстары жүруде. Майбұлақ елді мекенде 5 көше, яғни 55 тұрғын үй табиғи газ кіргізу үшін газ құбырын тартуға жысқа әзірленіп, сараптамадан өткізілді. 2000 жылы құрылыс жоспарлануда.
осы 5 көшенің болмағандықтан 82%-ға 100% орындалмай отыр. Жасыл аймақ және тазалау саласы бойынша Сабыр Ақым ауыл округі бойынша 2020 жылы көшет отырғызуға жоспар 840 дана болса, көктем және күз айларында жалпы егілген көшет 860 дана егіліп, 101%-ға орындалды. Және де біздің ауылда көшет еккен кезде қоршауымен егіп, сол көшеттерді сақталуына толық жұмыс жасап отырмыз. Сонымен бірге ауыл округінде әр сенбі күндері жалпы сенбілік ұйымдастырылып, халықпен қоғамдық жұмысы қамтылғандар тазарту жұмыстары жүргізілді. Сенбіліктер ұйымдастырылып, көше бойлары, арық атыздар, аяқ жолдары, тұрмыстық қатты қалдықтар тазаланып, техника көмегімен шығарылды. Әлеуметтік сала бойынша ауыл округі бойынша 2020 жылы 57 отбасыға барлығы 21.593.000 теңге атаулы әлеуметтік көмек тағайындалып берілді. Ауыл кәсіпкерлер өз қаражаты есебінен жағдайы төмен отбасыларына 539.000 теңге көлемінде азық-түлікпен қамтамасыз етілді. Ауыл округі аумағында 5 жалғызілікті қарттар тіркелген, оларға бір әлеуметтік қызметкер көмек көрсетеді. Білім беру саласы бойынша біздің ауыл округінде 4 жалпы орта мектеп бар. Жалпы 1112 бала білім алуда. Мұғалімдер саны 184, тек қызметкерлер 103, мектептерде 1112 бала білім алуда. Қорғау саласы бойынша Сабыр Ақым ауыл округінде бір учаскалық полиция қызметкері жұмыс жасайды. Ауыл округі аумағында 2020 жылы 3 қылмыстық іс тіркеліп, 3-де ашылды. Сабыр Ақым ауыл округі бойынша көктемде шақырылым бойынша әскерге шақырылушы 304 азаматқа шақыру қағазы таратылып, аудандық дәрігерлік сараптамадан өтіп, 12 бала әскерге кетті. COVID-19 коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөнінде атқарылған жұмыстар жөнінде ауыл округі аумағында коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу мақсатында санитарлық талаптарға сақтау бойынша елді мекен көшелерді дезинфекциялау жұмыстарын наурыз айынан бастап жыл соңына дейін тұрақты жүргізіп отырдық. Жалпы 80.510 метр квадрат дезинфекцияланды. Елді мекендерге орналасқан кәсіпкерлік нысандар мен мекемелерге санитарлық талаптарды сақтау бойынша мобильдік топ мониторинг жұмыстарын жүргізіп отырды. Талаптарға сақтамаған кәсіпкерлерге айыппұлдар салынып, ескертулер берілді. Атқарылған жұмыстар туралы Көкбел елді мекенде кәсіпкер Қуашев балық шаруашылығын дамытуды қазір қолда таңда жұмыс жүргізіп, қазір таңда су толтырып балық жіберілді. Көкбел елді мекенде кәсіпкер құралып, 5-те 4 гектар жерге бау-бақша егіп жұмыстарын жүргізіп жатыр. Көкбел елді мекенде ауыл шаруашылығы мақсатында, яғни жүк көліктерін арнап тараз қойып халыққа пайдалануға берілді. Кәсіпкерлеріміз бен шаруаларымыз сол өзін алған өнімін сол үлкен таразыға барып, қазір таңда сол тараз пайдаға жарап жатыр. Көкбел елді мекенде тұрғыны тұрмысы төмен отбасы Қожабаева Майра деген ауыл тұрғындары мен және кәсіпкерлердің қолдауымен 5 бөлмелі үй салып берілді. Қазір сол үйді пайдаланып тұруда. Жалпы құны 8.700.000 теңге. Осы ауылдың ынтымағының арқасында соғылып, сол үй қазір пайдалануға берілген. Ауыл тұрғындары, ауыл шаруашылық техникалар қазір таңда жаңартылуда. СПК Көкбел төрағасы Сыдық Мақсұт өлімсіз қаражатын есебінен бір погрузчик, бір Беларусь трактор және бір пресс автомат алып жаңартты. Қызылаты елді мекенде Әпенов Ғалымжан деген азаматымыз лизинг арқылы жаңа Беларусь трактор мен преп аппаратын алып халыққа қызмет көрсетуге дайын. Сабыр Ақым ауыл округі өзекті мәселелердің бірі арық атыздар, өзекті мәселелердің бірі арық атыздар. Әр елді мекендерде арық атыздардың қоғамдық жұмыспен қамтылып, азаматтар мен ауылдың асарының арқасында қолымен тазартып және механикалық тазалау жұмыстары осы су шаруашылығынан барған механик 5000 метр жүргізіліп,
жардың шетіне жақын орналасқан қаупі бар жерлер, яғни арықтардың сырғыған, құлаған жерлеріне темір арматуралы сетка пайдаланып, цементтен лоток, яғни бетондау жұмыстары жүргізіліп, лотокты жалпы ұзындығы 550 метр құйылды. Және көктем айында су тасқыны болуы мүмкін жерлерді арнайы техникамен қазып, су арналарын тазартылды. Ауыл округі аумағындағы арық атыстарды арнайы техникамен экскаватор тазалау жұмысы жүргізіліп, және суармалы жерді ұлғайту мақсатында 35 гектар жер учаскесі ағын су шығарылды. Жалпы ұзындығы 5 шақырым. Бұл арық бір 15 жылдан бері құлаған жарлардың құлағанымен пайдаланусыз қалған жайылым жер болып қалған еді, енді қазір суармалы жерге айналды. Майбұлақ елді мекені Рахманберді, Байжан, Байзағұл, Ахметұлы және Тұрдалұлы көшелеріне асфальт төселіп, орта жөндеу өтті. Ұзындығы 3,5 шақырым. Көкбел елді мекенінде Көбеев көшесіне жеке кәсіпкер Бөденбай Бертуған деген азамат көмегімен тас жол салынып, қазіргі таңда сол су тасқыны кезінде жаңағы жолымызды су алып кететін, сол арықтың арнасын бұзу үшін 1,5 километр арықтың арнасын 4 метр арық қашықтыққа ауыстырдық. Осы ауданнан барған трактордың көмегімен, жаңағы кәсіпкерлердің қолдауымен. Көкбел елді мекенінің тұрғыны жеке кәсіпкер Толысбай өз қаражат есебінен шлакоблок цех және ағаш кесу пилорамын орнатып, қазір жұмыстар жандандыруда. Көкбел елді мекенінің тұрғыны Сыдық мал бордақылау алаңы қарқынды дамуда, 10 басқа арналған қоражай салып мал бордақылауда. Қызылата елді мекен тұрғындары мен кәсіпкерлер өз қаражат есебінен елді мекен кіреберісіне арка орнатты. Бұл Майбұлақ елді мекенінде орнатқан, Молналың Көкбел елді мекенінде осы кәсіпкерлердің арқасында орнатылған. Кіреберіс аркалардың бәрі қазіргі таңда сырлау, жаңарту бәрі жұмыс істелген. Қызылата жалпы орта мектеп ғимаратының сыртқы қабырғалары биыл 20-шы жылы өткен заманауи үлгіде қапталып ретке келтіріліп, аудандық бөлім 38 миллион теңгеге қазір жағдай өте жақсы мектеп. Мен назарларыңызға рахмет, тыңдағандарыңызға. Мен аяқтадым. жылдың 1 қыркүйегінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев парламенттің бірлескен отырысында жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты халыққа кезекті жолдауын жариялады. Бағдарламалық құжатта негізінен еліміздің дағдарыстан кейінгі кезеңдегі дамуы, экономикалық және әлеуметтік мәселелерді шешу жолдары көрсетілген. Мемлекет басшысының жолдауында берілген тапсырмалары ауданда жүйелі түрде орындалуда. 2020 жылы Қазығұрт ауданының маңызды әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері оң деңгейде болды. Экономиканың басты көрсеткіші жалпы өңірлік өнім өткен жылы 132 миллиард 86 миллион теңгені құрады. 2019 жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда өсім 1% құрады. Қазығұрттағы өнеркәсіп өнімінің көлемі өткен жылы 9 миллиард 121,5 миллион теңгеге жетті. Бұл салада 2019 жылмен салыстырғанда 927 миллион теңге өсім бар. Ауданда өңдеу өнеркәсібі де дамып келеді. Былтыр қосымша Асыл Бастау KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құны 200 миллион теңгелік Aqua The Best атаулы ауызсу өндіру цехын іске қосты. Өндірісте 10 азамат жұмыспен қамтылып отыр. Өндірістік қуаттылығы жылына 2400 тонна су шығаруда. Қазығұрт ауданы экономикасының басым бағыты ауыл шаруашылық саласы. Бұл салада 46 миллиард 188,3 миллион теңгенің өнімі өндірілді. Өсім 109,8% құрады. Егіс көлемі өткен жылы 4102 гектарға артты. Қазір аудандағы егістік жер аумағы 88,629 гектарға жетті. 2020 жылы арпа бидайдан 115,780 тонна астық жиналды. Түсімі әр гектарынан орта есеппен 24,5 центнерді құрады. Былтырғы жылмен салыстырғанда жоспар 10,270 тоннаға артық орындалды.
көкөніс, картоп, бақша дақылдарынан 20 мың тоннаға жуық өнім жиналды. Қарқынды баулардың көлемі 604,5 гектарға жетті. Жеміс жидектен 19,6 мың тонна, жүзімнен 4,7 мың тонна өнім алынды. 500 гектарға жаңбырлатып суғару жүйесі ендірілді. Жаңадан 8 гектарға жылыжай салынып, аудандағы кешендердің жалпы көлемі 164 гектарды құрады. Бүгінгі күнге жылыжайлардың 2 айналымнан жалпы 40.400 тонна өнім өндірілген. Өткен жылдың ерекшеліктеріне қарамастан біз аудан экономикасы негізгі көрсеткіштерде жылдағыдай өсім байқалып отыр. Біз өткен 2020 жылда жақсы көрсеткіштермен аяқтап отырмыз. Әсіресе біз ауыл шаруашылығы саласын айтып өтуіміз керек. Осы ауыл шаруашылығы саласында өткен жылдың қорытындысымен өндірілген өнім көлемі 46 миллиард 188 миллион теңгені құрап отыр. Оның ішінде 28,2 миллиард теңге мал шаруашылығының үлесі болатын болса, 17,2 миллиард теңге егін шаруашылығының үлесі. Егін шаруашылығына келетін болсақ, өткен жылы 88 мың гектарға жуық егін егілді. Астықтан гектарынан орта есеппен 24,5 центнерден өнім алынып отыр. Қарт Қазғұрт тауының баурайында мал саны көбейді. Өткен жылы шетелдерден асыл тұқымды 552 мал әкелінді. 2020 жылы облыс көлемінде өткен Алтын күз 2020 ауыл шаруашылығы мерекесінде Қазғұрт ауданы диқандар мен шаруалардың қажырлы еңбегінің арқасында астық өндіруші Озат аудан, ет өнімдерін қайта өңдеуден Озат аудан, агроөнеркәсіп кешенінің даму бағдарламасы көрсеткіштерін орындаудан Озат аудан номинациясы бойынша жүлделі бірінші орынға ие болды. Сондай-ақ облыс көлемінде Сапа 2002 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Озат астық өндіруші номинациясы бойынша Қарқын 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Озат ет өндіруші номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. Мал шаруашылығына келетін болсақ, жалпы ауданда өткен жылдың қорытындысымен өндірілген өнім ет өнімдеріне 25 мың тоннаға жуық ет өндірілді. 56 мың тонна сүт өнімдері, 7 миллионнан астам жұмыртқа өндірілді. Жалпы ауданға тартылған инвестиция көлемі 15 миллиард 329 миллион теңгені құрап отыр. Оның ішінде 10 миллиардтан астам қаражат бұл жеке инвестиция. Біздің ауданымыз үшін өте жақсы көрсеткіш. Осының бәрі аудан еңбеккерлерінің арқасында атқарылып жатқан жұмыстар. Қазғұрттықтар бюджеттік салықтық саясатта тиімді жүргізіп келеді. 2020 жылы аудан бюджетінің көлемі 26 миллиард 879 миллион теңгені құрады. Бюджеттің 81% немесе 21 миллиард 879 миллион теңгесі әлеуметтік салаға бөлінді. Жергілікті бюджетке түскен салықтар мен басқа төлемдер 2 миллиард 57 миллион теңгені құрады. Межеленген жоспар 11%-ға артығымен орындалды. Денсаулық саласы бойынша ауданда коронавирустық инфекциямен ауыратын науқастарды емдеу үшін 20 инфекциялық төсек орын ұйымдастырылған. Бүгінгі таңға Қазығұрт ауданында бір зертхана жұмыс істейді. Аудандық аурухана бойынша орталықтандырылған оттегіне қосылған 65 нүкте бар. Оттегі концентраторы 40 дана. Ауданның жеке кәсіпкерлері өз қаражатынан 10 оттегі концентратын алып берді. Алғашқы келгенде ауырым, бір келгенде жатпай кеткенмін. Екіншіде естісімді білместен скорыймен әкелді. Жұма күні кешке келдім. Бірінші Алланың арқасы, екінші айналайын, осы докторлардың арқасынан 2 күн болды адам болып отырмын. 2020 жылы 4 мектеп пен бір қосымша құрылыс нысандарын салуға 916 миллион теңге қаржы қаралды. Қазіргі таңға бір қосымша құрылыс пайдалануға берілді. Нәтижесінде 3 ауысымға өту қаупі бар мектептің мәселесі шешілді. Қашықтан оқыту форматында 1 және 11 сыныптар аралығында жалпы аз қамтамасыз етілген отбасындағы 3056 оқушының бүгінгі таңға 347 оқушы планшетпен, 384 оқушы компьютерлік техникамен қамтамасыз етілді. 2813 оқушыға ноутбук берілді. Оқушылар үйінде білім алуға мүмкіндік алып отыр. Ұлым үйде оқиды, денсаулығына байланысты. Сол себептен өкіметке рахмет, үлкен. Үйде оқытылатын жағдайдың бәрін жасап қойған, компьютер берді, мұғалімдар берді, уақытылы мұғалімдар келіп сабақ өтіп жатыр. Мен ырзамын. Балапан телеарнасынан сабақ өтеміз көріп. Мұғалімдарға алғысым шексіз.
2020 жыл елімізде волонтерлар жылы деп бекітілген. Осыған байланысты аудандық жастар ресурстық орталығы жанынан ерікті болу ерлік атты волонтерлар клубы құрылды. COVID-19 пандемиясының алдын алу барысында еріктілер аудан көлемінде 40-қа жуық акция ұйымдастырды. Жалпы 1000-ға жуық волонтер індеттің алдын алу, таралуын болдырмау жұмыстарына атсалысты. Аудан тұрғындарына 16800 дана медициналық бетперде үлестірілді. Жағдайы төмен және көп балалы 245 отбасыға азық-түлік себеттері таратылды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 2020 жыл еріктілер жылы деп жарияланған болатын. Аудандық жастар ресурстық орталығы жанынан ерікті болу ерлік атты еріктілер ұйымы құрылған болатын. Қазіргі таңда еріктілердің құрамында, яғни 200-ге жуық ерікті жастарымыз тіркелген болатын. COVID-19 пандемиясының алдын алу барысында еріктілер, яғни арнайы топ мүшелерімен жүріп, осы адамдар көп шоғырланатын орындар, орталық, базарлар, саябақтар сияқты жерлерде, яғни алдын алу шараларымен айналысты. Ауданда мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде тышқан жылы 3628 жаңа жұмыс орны ашылды. Нәтижесінде жұмыссыздық деңгейі 4,9%-ды құрады. Нұр Отан партиясының бастамасымен Біргеміз қоғамдық қор арқылы 1286 азаматқа 50 000 теңге мөлшерінде 64 миллион теңгеге көмек көрсетілді. 150 адам 611 миллион теңге шағын несие алса, 273 адам 152 миллион теңге қайтарымсыз грант берілді. Әлеуметтік төлемдерде уақытылы төленді. Аудан тұрғындарына, аудан көлемінде 240 отбасына 701 миллион теңге атаулы әлеуметтік көмек төленсе, осы отбасыларындағы 1 мен 6 жас аралығында балаларға 102 миллион теңгеге азық-түлік топтамасы берілді. 2020 жылы аудан көлемінде кәсіпкерлер есебінен әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға 8 үй берілсе, коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдарға арналған Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында 8 коммуналдық үй сатып алынып, үй кезегінде тұрған көп балалы отбасыларға берілді. Қазіргі мына заманның ағымына қарай бұндай үй салу біз үшін оңайға соқпайды. Яғни үлкен шексіз алғыс білдіремін. Алланың разылығына бөлене берсін, Құдай қаласа. 2009 жылдан бері очередьте тұрамын үйге. 15 жыл болды. Әркім есін алдында жүрдік квартирада. Көшіп қонып жетіп аламын. Басшыларға рахмет. Өйстіп бала-шағама үй қылып берді әйтеуір. Бала-шағамды жерде өсіріп, өндіріп, бақытты болып өмір сүріп жүре берейік. Мамыр айында жауын-шашын салдарынан бірнеше елді мекен аумағын су шайды. Осы жағдайға байланысты 100-ге жуық ауыл жастарымен бірге 40 мемлекеттік қызметкер көмекке жұмылдырылды. Сөйтіп, зақым келген үйлер қалпына келтірілді. Бір отбасыға үй салу үшін демеушілер тарапынан қажетті құрылыс материалдарын алуға көмек берілді. 13 мамыр күні болған қатты нөсер жауынның салдарынан табиғи апаттың себебінен біздің қора жайларымыз, асханамыз, үйіміз барлығы жарамсыз болып қалған еді. Содан бері қарай осы Қазығұрт ауданының әкімдері барлығы келіп, қол көмектерін аяп жатқан жоқ. Бәріне рахмет. Сапалы ауыз су, тіршілік нәрі. Бұл бағытта да ауданда ауыз толтырып айтарлықтай жұмыс атқарылды. Сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында 2020 жылы 8 нысанның құрылысына 889,9 миллион теңге қарастырылды. Бөлінген қаржыға су құбыры мүлде жоқ 8 елді мекенге жаңа ауыз су құбырларының құрылыс жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде қамту деңгейі 92%-ды құрады, немесе 59 елді мекен ауыз суға қол жеткізді. Бұға дейін тасақтан тасып іштік, колонкіден, құдықтан тасып іштік. Әйтеуір, мінекей таза су ішіп жатырмыз енді. Рахметімізді айтамыз басшыларға да, мына пейнет қылып істеп жатқан балдарға да бәріне. Суды үйге кіргізіп алдық. Үйге кіргізіп алдық. Кір жуып жатырмыз, ваннаға түсіп жатырмыз, су ішіп жатырмыз. Қаламен бірдей болды. Мінекей газ келді, су келді, қаламен бірдейміз әзір.
Қазығұрт ауданының тұрғындарын өркениет игіліктерімен қамту бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Оның ішінде тұрғындарға көгілдір отын жеткізу басты мақсат. 2020 жылы 2 табиғи газ нысанының құрылысын жүргізуге 388 миллион теңге бөлінді. Нысанның құрылыс жұмыстары 2021 жылы аяқталады деп күтілуде. Нәтижесінде 51 елді мекен 80% табиғи газбен қамту жоспарлануда. Бірнеше жылдан бері армандаған газымыз келді, суымыз келді. Қаладан кем жеріміз жоқ. Пешкеге от жақпаймыз, далаға шығып күл тасымаймыз. Бұның бәрі үшін мен бастықтарға, аудан басшыларына үлкен алғысымды білдіремін. Қазығұрт ауданының ішкі көшелері де асфальттанып жатыр. Бұрынғы тастақ, топырақ жол көшелер бүгінде жаңаша кейіпке енді. 2020 жылы автомобиль жолдарын дамытуға бюджеттен 1 миллиард 834,5 миллион теңге бағытталды. 107,2 шақырым жолдың 70 шақырым ішкі көшелерінде орта жөндеу және аудандық маңызы бар жолдардың және бір көпірге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қалған жұмыстар 2021 жылға өтпелі. Жыл қорытындысымен аудандағы елді мекен көшелерінің жақсы және қанағатты жағдайда үлесі 51%-ға дейін артты. Мынау мемлекеттің дамығаны осы мұны көріп тұрмыз. Есігіміздің алдына дейін өмірде көрмеген асфальтты көріп, балдарымыз ойнап, машинеміз шауып, халқымыз қуанып жатыр. Міне газымыз осыдан бір 10 жыл бұрын келген. Құдайға шүкір, міне бәрі елдің бәрі газданған. Міне суланған. Мына мемлекеттің арқасы, мемлекеттің дамыған арқасы. Мемлекеттің басқарып жүрген жігіттер жасай берсін, мына халықтың қамын ойлай берсін. Халықпен біргеміз бәріміз, халық қалай болса біз де солаймыз. Рахмет мемлекетке. Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы аясында 60 миллион теңгеге орталық саябақ және 80 миллион теңгеге Дендро саябаққа ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бүгінде аудан тұрғындармен келген қонақтарға барлық жағдай жасалған. Веложолақтар, демалыс орындары, концерттік сахна, су бұрқақтары, сонымен қатар ертегілердегі түрлі мүсіндермен қайта жабдықталды. Бұл үлкен саябақты соңғы жылдары мынау ауданның экономикасы, әлеуметтік жағдайы көтерілгеннен кейін саябаққа да жақсы көңіл бөлініп жатыр. Міне қазір веложолдар салынып, жұрттар демалатын жолдар, осындағы мынау түрлі ашық концерт залы барлығы да жөндеуден өткізілді. Сондықтан қазір енді ұялмай ауданымызға келген қонақтарға да көрсететін үлкен бір саябақ болып отыр. Сондықтан осы саябаққа келіп барлықтарыңызды шақырамын. Әсіресе жас кезінде демалуға болады осында, мінекей балаларды алып келіп ойнатуға болады. Өткен жылда Қазығұрт ауданда жүргізілген жұмыстардың бір парасы осындай. Атқарылған шаруа аз емес. Қазығұрт ауданда инфрақұрылым жүргізу, өркениет игіліктерін қолжетімді ету жайы басты назарда тұр. Құрметті Сабыр Ақымов ауыл округінің тұрғындары, өткен жылғы пандемияға байланысты біз карантиндік жағдайға көштік. Осыған байланысты былтырғы жылы біраз жоспарларымызды, бюджет қаражатты қайта бағыттауға мәжбүр болдық. Дегенмен де өткен 2020 жылдың қорытындысымен аудан экономикасы негізгі көрсеткіштері дұрыс аяқталып отыр. Негізгі көрсеткіштер. Нақты өнеркәсіп саласында өндірілген өнім көлемі 9 миллиард 121 миллион теңге болатын болса, ол алдыңғы жылдық кезеңмен салыстырғанда 5%-ға артып отыр. Өнеркәсіп саласында бір ғана мынау индустриалдық аймақта алатын болсақ, өткен жылы сол жерде жаңадан ауыз су шығаратын цех пайда болды. Қуаттылығы жалпы құны 200 миллион теңге. Ол жерде 10 адам жұмыспен қамтылған. Жылына 2400 тонна өнім өндіруге қуаттылығы бар. Сол сияқты бізде сол индустриалды аймақта басқа да қайта өңдейтін цехтар қызмет ететін білесіздер. Осы индустриалды аймаққа қосымша тағы да жобаларды біз биылғы жылы тартуымыз қажет. Ауыл шаруашылығы саласында да өндірген өнім көлемі
46 миллиард 188 миллион теңгені құрап, өткен жылдың алдыңғы жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 9,8%-ға артып отыр. Ауыл шаруашылығы саласында жаңа бейнероликтен өздеріңіз көрдіңіздер. Біз өткен жылы жалпы барлық көрсеткіштерден жүлделі бірінші орынға ие болып отырмыз. Мынау былтырғы жылы ауданымызда қосымша мынау жылыжайлар 8 гектарға ұлғайып, жылыжайлардың көлемі 164 гектарға жетіп отыр. Ол жерден алынған өнім көлемі 40 мың тоннаға жетіп отыр, екі айналымнан. Сол сияқты облыс басшысының тапсырмасына сәйкес бір алқаптан екі өнім алу бойынша тапсырмасында біз 100% орындап отырмыз. 75 жаңа жоба 149 гектарға жаңағы екі айналымнан, әр айналымнан орта есеппен 3,5 мың тоннаға жуық өнім алынып отыр. Өткен жылы өздеріңіз білесіздер, күз айында біз ауданымызда үлкен облыстық семинар өткіздік. Оған облыс басшысы Өмірзақ Естайұлы Шөкеевтің өзі қатысып, ол жердің басты жаңалығы мынау нөлдік технологияны пайдалану. Яғни жерді жыртпастан бірдестен егіп кету жобасы барлықтарына көрсетіліп, осыны кеңінен тарату бойынша семинар өткізілген болатын. Өткен жылы біз тек қана мал басын ұлғайтпастан, осы мал басын асылдандыру бойынша да тиісті жұмыстар атқарылды. 500-ден астам ірі қара мал, асыл тұқымдар қара мал әкелінді ауданға. Шағын және орта бизнес саласында да өндірілген өнім көлемі 70 миллиард 806 миллион теңгені құрап отыр. Бұл да алдыңғы жылдың кезеңімен салыстырғанда өсім 1,4% құрап отыр. Жалпы қарайтын болсаңыздар, барлық салаларда өсім байқалады. Мінекей осының бәрін қосындысы ауданымызда жалпы өндірілген өнім көлемі 132 миллиард 85 миллион 700 мың теңгені құрап отыр. Шағын және орта бизнес өндірілген өнім көлемі 70 миллиард 865 миллион теңге құрады. Жаңа мен айттым, осы 2000 біздің өткен жыл 240 жаңа жоба іске асып, 2 миллиард 671 миллион теңге 240 жоба іске асып отыр. Ол жерде қосымша жұмыс орындары ашылып отыр. 4 миллиард 635 миллион теңгеге 555 миллион теңгеге 4635 тұлғаға мынау қаржылай институттарына несие берілді. Әлеуметтік салада бизнес бастау жобасы аясында 273 адам қайтарымсыз грант алып отыр. Басым бағыт әрине ауыл шаруашылығы саласы. Бұл жұмыстар биыл да жалғасын табатын болады. Мынау жол картасы, жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында да өткен жылы біздің ауданымыздың 183 азаматы осы жерде жұмыспен қамтылып отыр. Тиісті айлықтарын алып. Бюджетке келетін болсақ, өткен жылы біздің бюджетіміз 26 миллиардтан астам болды. Осы қаражаттардың бәрі республикалық бюджеттен, облыстық бюджеттен бөлінген қаражаттардың бәрі толығымен 100%-ға игерілді. Кіріс бөлігіне келетін болсақ, жоспарымыз 1,8 миллиард теңге болатын болса, нақты 2 миллиардтан астам кіріс болды. Ол дегеніміз 200 миллион теңгеге біз қосымша ауданда қосымша жұмыстарды атқаруға мүмкіншілік туындап отыр деген сөз. Енді басты мәселе әрине ол инфрақұрылым саласы. Сондықтан да осы Сабыр Рахимов ауыл округінде биыл жылы қандай жобалар іске асады, оған қандай қаражаттар бөлінеді, осы жөнінде тоқтап өтсем. Жол саласы бойынша Сабыр Рахимов ауыл округінде 14,4 шақырым жол бар. Оның немесе 41,7%. Осы 41,7% жақсы және қанағаттарлық жағдайда. Жалпы ішкі көшелердің ұзындығы 35,5 шақырымды құрап отыр. 2020 жылы 2 шақырымды құрайтын 31 миллион теңгеге Майбұлақ елді мекені жаңа ауыл әкімі айтып кетті, Ахметұлы, Болашақ, Байжанұлы көшелерінде орта жөндеу жұмыстары басталып, биылғы жылы аяқталатын болады. Биылғы жылы өтпелі болатын. Сонымен қатар биылғы жылы Көкбел елді мекенде Көбеев көшесінің 1,2 шақырымына қаржылар, орта жөндеуге қаржылар бөлінді. Жұмыстар жүргізілетін болады. Нәтижесінде жақсы және қанағаттарлық жағдайдағы жолдардың
ішкі көшелердің үлесі 50,7%-ға жеткізіледі. Жалпы айта кету керек, ауданымыздағы ішкі көшелердің ұзындығы 812 шақырым құрайды. Осы ішкі көшелердің 51%-ын біз қазір жақсы және қанағаттанарлық жағдайға жеткізіп отырмыз. Ал аудандық маңызы бар жолдардың жалпы 300 шақырымға жуық аудандық маңызы бар жолдардың ұзындығы, ол да қазір 50%-дан асқан. Өздеріңіз көріп отқандай, әлі атқарылатын жұмыс өте көп, жеткілікті. Табиғи газбен қамтамасыз ету бойынша Сабыр Рахимов ауыл округінде 3 елді мекені Көкбел, Қызылата, Майбұлақ елді мекендерінің 600-ден астам тұрғыны табиғи газбен қамтамасыз етілген. Майбұлақ елді мекеніндегі Байжанұлы, Жүнісбекұлы, Байзағұлы, Болашақ, Қиянтайұлы көшелерін ішкі орамды газбен қамтамасыз ету үшін 44,1 миллион теңге өткен жылы қараша айында жобалық сметалық құжаттамаларын қорытындысы алынды. Қаржыландыру үшін осы жұмыспен қамту жол картасы жобасына ұсынылып отыр. Электр бойынша биылғы жылы Көкбел елді мекеніндегі тозығы жеткен бағаналарды ауыстыру үшін сәулет жоспарлау тапсырмалары әзірленді. Бұл құжаттар дайын болған соң жобалық сметалық құжаттамалар жасалынып, құрылыс жұмыстары жүргізу ұсынылды. Бұл қазір мен айтып өткенім биылға нақтыланған бюджет, атқарылатын жұмыстар, әрине жыл барысында тағы да қосымша өзгерістер болады, нақтылау болады. Облыстық бюджеттен, республикалық бюджеттен бөлініп жатқан қаражаттар есебінен жаңағы айтқан жол картасы, жұмыспен қамту жол картасы, ауыл ел бесігі жобалар бойынша аудандық бюджет есебінен біз қосымша қаржылар бөлінген жағдайда басқа да жұмыстарға бағыттайтын боламыз. Биылғы жылға бастамасы осы. Ендігі жерде мұны сұрақ жауаптарға көшейік. Құрметті Сабыр Рахимов ауыл округінің тұрғындары, егерде сұрақтарыңыз болса, осы Zoom арқылы, Facebook арқылы сұрақтарыңыз қойып отыруларыңыз болады. Қазығұрт ауданы әкімі құрметті Төлеген Нұртайұлы. Біздің сізден сұранатынымыз, мен Қызылата елді мекенінің тұрғыны Ілияс Ахметовпін. Осы Сабыр Рахимов ауыл округіне ішкі жолдарын, мәселен, Тастан Сарымбетұлы, Қиянтай, Әлиханұлы, Бекболсын Көбей, Атамекен, Шақты, Жастар және Айқынбай Батыр көшелеріне асфальт жол салу. Екінші мәселе, мынау менде бір сұрағым бар. Біздің Сабыр Рахимов округінде 4 мектеп бар. Соның Сабыр Рахимов атындағы мектептің құрылысы қашан басталады? Осы өзінен сұрақ. Рахмет. Рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Бірінші мектептен бастайық. Сабыр Рахимов мектебінің құжаттары, жобалық сметалық құжаттары бәрі толығымен алынған, бізде дайын. Енді осының құрылысын жүргізу үшін біз республикалық бюджетке ұсынып отырмыз. Биылғы жыл осы мақұлданады деп күтіп отырмыз. Яғни Сабыр Рахимов мектебінің құрылысы биыл басталады деп күтіп отырмыз. Ал жаңағы сіз айтқан көшелерге байланысты біз ол атап өткен көшелердің бәрін бірдестен жөндеп береміз деп уәде бере алмаймыз. Себебі жаңа айттым ғой, ішкі көшелердің жалпы ұзындығы бізде көлемі 812 шақырым құрап отыр. 400-ден астам шақырым көшелер, ішкі көшелер әлі жөндеуден өткізуіміз қажет. Сондықтан мынау бірінші кезекте үлкен көшелер, адам көп тұратын көшелер, маңызды көшелерден бастап жатырмыз. Одан кейін мынау халық санды ескеріп жатырмыз. Қандай да бір көшеде халық саны көбірек тұратын жерлерден бірінші кезекте бастап жатырмыз. Бізде ауданымызда мынандай көшелер бар, о жерде 15 тұрғын, 20 тұрғын тұратын көшелер де бар.
Мына жақта 100 адам тұратын көше менен 20 тұрғын тұратын көшелерді алған кезде, әрине бірінші кезекте мұны 100 адам тұратын көшеден бастауымыз қажет. Осындай тәртіппенен мынау ауыл округ әкімімен келісе отырып, сол жерден сайланған депутаттармен келісе отырып, біз кезең-кезеңмен естіп осындай тәртіпке қойып отырмыз. Биыл жыл мынау айттым ғой, Көбеев көшесін бастаймыз, жөндеуден өткіземіз. Одан кейін қаржының мүмкіншілігіне қарай сіздің айтып өткен басқа көшелерді сол бюджетке енгізетін боламыз. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті Төлеген Тұртайұлы, мен Бекжан Айтмахан, Сабыр Ағайбаев округінің ТВ-і. Сізге мынандай сұрақтар қойсам деп ойлаймын. Бұл өзекті сұрақтардың бірі болып жүр. Жылда қойылып, орындалмай қалып кеткен жайы бар. Майбұлақ елді мекенінде Болашақ Байзақұлы Байжанұлы, Әліханұлы Жүнісбайұлы көшелерінде газ тартылмаған. Сол газ құбырын тартылмаған құбырларын тартып берсеңіз. Екінші сауалыма сондай-ақ сұрағым, осы көшелерде мынау Көкөл елді мекенінде Шаттық, Жастар, Жетібай, Батыр, Айқынбай Батыр көшелеріменен жаңағы Байжанұлы, Болашақ көшесі, Байзақ көшелерінде 92 жылдан бері қарай тартылған электр бағаналары Жастар көшесінде ескіріп тозығы жетті. Осыған электр бағаналары менен сымын тартқызыңыздар деген сұрағым бар. Ал енді есептерімізге қуанып отырмыз. Сондай кереметтей жақсы жүргізіп жатыр. Карантин уақытында да көптеген жұмыстар жүргізіліп, еліміздің шын айтқанда жақындалып көзге көрініп жатқан жайы бар. Рахмет тыңдағаныңызға. Рахмет. Мынау газ құбырларын тарту бойынша да, электр бағаналарын ауыстыру бойынша да біздің хабарымыз бар. Әр ауыл бойынша, әр елді мекен бойынша. Мынау газ құбырына келетін болсақ, тиісті бөлім тарапынан, ЖКХ бөлім тарапынан құжаттардың бәрі дайындалып бітті. Енді қаржыландыруға ұсынылып отыр. Біз нақтылау кезінде, яғни осы жылдың екінші жартыжылдығында осыны қарайтын боламыз. Екінші, мынау электр бағаналарды ауыстыру бойынша көлемі 150 миллион теңгеден асатын жаңағы жобаларды біз міндетті түрде енді аудан шамасына жетпейді, сондықтан да облыс бюджетке ұсынып, облыс бюджет арқылы немесе республикалық бюджет есебінен жүргіземіз. Ал мынау енді сонымен қатар бізде оңтүстік жарық транзит мекемесі бар. Бұл мекеменің де өзінің инвестициялық жобаларына сәйкес әр ауылда осында өз қаражаттар есебінен ескі бағаналарды ауыстырып, электр желілерін ауыстырып келеді. Осы жоспар бойынша біз биылғы жылда 7 елді мекенде осындай жұмыстарды атқаратын боламыз. Сіздердің мынау айтып отқан көшелердің электр желілері біздің жобаға енгізілген ба? Маған қазір мына жерде айтып отыр, мынау АПЗ-сын дайындап отырмыз. Яғни мына тиісті құжаттары дайын болған соң ғана біз бұны бюджетке ұсынатын боламыз. Түсінікті ғой, Тағы да сұрақтарыңыз. Ең басты мынау енді бүгін 13 ауыл округінің есебін тыңдап отырмыз. Ең көп көтерілетін мәселе әрине осы ішкі көшелер, ішкі көшелердің жарықтандыру мәселесі. Сонымен қатар мынау осы
таулы аймақта Жігерген, Сабырахимов ауыл округы, Жаңа Базар ауыл округінде де жаңағыдай ескі бағаналарды ауыстыру мәселелері көтеріліп жатыр. Бұның бәрін біз қазір тізім жасап, тағы да қосымша өзіміздің жоспарымызды қайта қарап шығатын боламыз. Өз қаражат есебінен жөнделетінде өз қаражат өзіміздің бюджетке ұсынатын боламыз. Қалғандарын бәрін тиісті басқарма арқылы, салалық басқарма арқылы құжаттарын тапсырамыз. Тағы да қосымша сұрақтар бар ма? Аудандық мәслихаттың хатшысы Көпеев Өрісбай Бұқарұлына сөз беріледі. Қайырлы күн, құрметті Сабыр Рахимов ауыл округінің тұрғындары. Қазір сіздермен бірге Сабыр Рахимов ауыл округ әкімі Мақұлбаев Сапардың және аудан әкімі Төлеген Тортайлы Телғараевтың есептерін тыңдадық. Жалпы 2020 жыл өте көп қиындықтар алып келген жыл болды. Соған қарамастан біздің ауыл округтерінде және аудан көлемінде қомақты жұмыстар атқарылды деп айтуға толық негіз бар. Біздің қолымыздағы бар мәліметтерге сүйенетін болсақ, мысалға жаңа ауыл әкімі 2020 жыл атқарған жұмыстарды баяндап шықты. Жалпы 2016 жылдан бері 2020 жылға дейінгі аралықта Сабыр Рахимов ауыл округіне бюджеттік инвестиция 578 миллион теңгенің көлемінде бюджеттік инвестиция тартылған екен. Ал өткен жылы 2020 жылы 78 миллион бюджеттік инвестиция тартылған. Әрине бұл қаражаттың барлығы өзінің саласында бағытына байланысты барлығы дұрыс жұмсалды ғой деп сенеміз. Енді жаңа бейнероликтен байқадыңыздар, біраз азаматтарымыз елді мекендерге газдың тартылуына байланысты, ауыз сумен қамтылуға байланысты, жаңағы жолдардың салынуы, аяқ жолдардың салынуы, көшелердің жарықтандыру бойынша біраз мәселелер көтеріліп, бір қатар елді мекендерде өте қуанышқа бөленіп жатқан жағдайларын көрдік. Әрине, бұндай жағдай барлық жерде бірдей емес, оның бәрін бірден жасау емес екендігін барлық шараларымыз түсінесіздер. Бәрі рет-ретімен келе жатқан жағдай. Мынау аға ұрпақ өкілдері жақсы біледі. Осынау совет үкіметі кезінде бастап ауыл мен қаланың арасындағы алшақтықты жою деген мәселе көтерілген болатын. Міне осы алшақтықты жою мәселесін біз мына тәуелсіздік алған жылдары осы мәселеге жақындап келе жатырмыз. Алдағы уақытта біз осы мәселелерді толық шешеміз ғой деп ойлаймыз. Ал енді ауыл округінде атқарылған жұмыстарға бәріміздің көңіліміз толады. Әсіресе мына былтыр елдің бірлігінің ынтымағының арқасында жалғыз басты мына қарындасымызға осы елдің тұрғындары, азаматтары қосылып үй салып бердіңіздер. Ол жерде біз аудан әкімімен бірге болдық. Өте жақсы қазіргі заманауи үй берілді. Оның барлығы осы елді мекендегі ақсақалдарымыздың, ауыл тұрғындарының қолдауымен, кәсіпкерлердің қолдауымен жүзеге асқан нәрсе. Бұл өте бір құптарлық жағдай. Сондықтан осы істеріңізге мен алғысымды білдіргім келеді. Ал енді аудан аумағында, аудан көлемінде атқарылған жұмыстар өте үлкен. Жаңа айттық, көптеген қиындықтар болды. Соған қарамастан біздің өңірлік өніміміз 132 миллиардты құрап отыр. Ол өткен 19 жылмен салыстырғанда 1% жоғары екендігін атап өтті жаңа. Бұл әрине бірінші кезекте мемлекеттің тарапынан көрсетілген қолдау шағын және орта бизнеске. Және осы қолдауды аудан көлемінде дұрыс бағыттау, аудан әкімдігі, аудан әкімнің бөлімдері, ауыл әкімдерінің халықпен бірлесіп атқарған жұмыстың нәтижесі ғой деп ойлаймын. Сондықтан құрметті жерлестер, құрметті ауыл округінің тұрғындары, мынау атқарылған жұмыстар әрине бар,
көзге көрініп тұр. Бірқатар жұмыстардың осы басым көпшілігін көбісін мен өз басым мәслихат хатшысы ретінде, аудандық мәслихаттың депутаты ретінде аудан әкімімен қатар жүріп, бәрінің бас қасында болған жағдайым бар. Сондықтан мен ойлаймын, өте жақсы жұмыстар атқарылды ғой деп. Әрине алда атқарылатын жұмыстар тағы да бар, жеткілікті. Әлі де біз алдағы 5 жылдың ішінде осы газбен қамтуды, сумен қамтуды, ауыз сумен қамтуды, ағын су проблемасын, жайылым мәселесін барлығын рет-ретмен шешетін боламыз. Әрине, ол сіздердің қолдауларыңызбен. Сондықтан мен ауыл әкімі Мақұлбаев Сапардың және аудан әкімі Төлеген Тұртайұлының 2020 атқарылған жұмыстарына қанағаттанарлық деген баға беремін. Рахмет. Басқа пікір ұсыныстар жоқ па? Мынау тікелей эфир барысында қойылған сұрақтар болатын болса, комментарий арқылы, Facebook арқылы барлықтарына жауап берілетін болады. Басқа ұсыныс пікірлер болмаса, сұрақтар болмаса, онда біз осымен тікелей эфирімізді аяқтаймыз. Рахмет, сау саламат болыңыздар.